достар, бүгін біз сіздермен бірге қытырлақ, жұмсақ қаттама нан жасайтын боламыз. Бұл үшін ыдысымызға су, ашытқы, тұз және де өз қалауыңызға байланысты пияз саламыз. Үстіне ұнды елеп, жұмсақ қамыр илейміз. Соң оны бірнеше сағатқа ашып қоямыз. Ашып болған соң оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырымызды видеодағыдай жұқалап жайып, үстіне ерітілген сары майды жағамыз. Одан соң оны рулет секілді орап, видеодағыдай доңғалақ етіп тағы да ораймыз. Оны 15 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң жақсылап жайлап жаямыз да 320 градуста қыздырылған пеште 15 минутта пісіріп аламыз. Сонымен біздің жұмсақ, қытырлақ қаттама нанымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын!